Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Қостанай қаласының станционный кітапхана филиалы сіздердің назарларыңызға халық өнері ғажап іс деген қазақ қол өнеріне арналған көрмесін ұсынады. Өте ерте заманнан келе жатқан зергерлік өнер. Асыл тастардан сән бұйымдар соққан, сүйек пен мүйізден көптеген мүліктер мен қару жабдықтар жасайтын кілем, сырма, қалаша, ши, түрлі бау, басқалар, тоқып және тағы басқа көптеген заттарды халық шеберлері, өнерпаздар өз қолдарымен жасайды. Өнер шеберлері табиғаттың әсем көріністерін қолөнер бұйымдарында жиі қолданған. Ағаштан киіз үйдің сүйегі, ағаш керует, кебеже, сандық жасап, темірден түйін түйген, жеңнен жасалатын заттар, тері өңдеу, терген саба, жүген, былғары етік, мәс, қоржын, тон шалбар, белдік сияқты келімді заттар жасау туралы осы кітаптарда берілген. Народное прикладное творчество – один из основных разделов казахской этнокультуры. Прикладное искусство – это богатое историко-культурное наследие кочевой цивилизации. Казахское прикладное искусство является одной из форм художественного самовыражения народа и отличается неповторимым своеобразием и колоритом. Книжная выставка «Халық өнері ғажап іс. Чудеса народного творчества» представляет вашему вниманию многообразие техник народного творчества, искусство ваяния, резки по дереву и кости, обработка металла, изделия из шерсти, кожи и войлока, ювелирное дело, искусство орнамента и многое другое разнообразие народных ремесел. Для полноты раскрытия темы народного творчества мы предлагаем вашему вниманию следующие книги. Журнал «Дастур» на своих страницах освещает традиции, обряды и ремесла казахского народа. Народно-прикладное искусство здесь предлагаются в ярких, очень красивых фотографиях и подробно, детально рассматривают разные виды и жанры народного искусства. Здесь можно ознакомиться детально с тем, как правильно шить одеяло, как правильно работать с войлоком, шерстью, резьбой по дереву, кости и многие другие национальные традиции и ремесла освещаются из номера в номер. Қазақ халқының ою өрнегі. Предлагаемый альбом вошло более 240 работ Абдикерима Нурпиисова, мастера-исследователя, занимающегося много лет изучением казахского национального орнамента. Автор, придерживаясь традиционных народных мотивов, предлагает новую видовую классификацию, обогащая ее интересными оригинальными элементами. Данный каталог содержит коллекцию образцов одежды, начиная с XVIII века, а также фотоснимки деталей одежды крупным планом и дополнительные пояснительные тексты. Данная книга содержит информацию о ювелирном искусстве Казахстана, разнообразные формы и виды оформления, изысканные декоративные приемы, серебряные и золотые украшения, особенности применения, ношения, предназначения различных декоративных ювелирных изделий. В данном учебном пособии показаны способы создания орнаментов, использование их при украшении предметов прикладного искусства, даны их древние и современные названия. А также можно самостоятельно овладеть техникой создания орнаментов и получить знания о том, какие виды орнаментов используются на изделиях из войлока, а какие на деревянных изделиях. В следующей книге собраны образцы модельной индустрии Казахстана, занимающиеся изготовлением национальной одежды, а также пошивом национальной одежды в стилизованных национальных традициях. Шебердің қолы алтын дейді қазақ. Сізге шебер іске ұстаз халқымыздың зор мәдениеті мен өнерін паш ететін құндылықтардың бірі қолөнер. Қасиетті қазақ халқының қолөнерінің тарихы тым тереңде. Қолөнер ежелден келе жатқан кәсіп. Ол халықтың өмірімен, тұрмысымен бірге дамып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырылады. Халық шеберлерінің ісі мақтауға тұратын өнер туындысы. Атадан балаға мирас болып келе жатқан қол өнер ұлттық байлығымызды одан ары жалғастырып жүрген Кенжебаева Жанкүміс апамызбен сұхбатты сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Біздер баяғыда ата-аналарымыз қол өнерін үйрететін. Өсіп жатқан қыздарға тігіп үйреніңдер, тоқып үйреніңдер дейтін. Сол күйінде мынау тоқып үйрендік, тігіп үйрендік. Енді сол тігіп атқанымызды әлі күнге дейін жастарға жалғастыра бергіміз келеді. Дәстүріміз қалып қоймай, жастар алып кете бергенін жақсы көреміз.
Қыздар өсе бастағанда біздер қазақтар не той көрпе, қыз жасау көрпесесін жасаймыз. Оның ішінде құр ғана құрақ емес, құрақтың да дәстүрі бар. Шай көрпеше жасайды, әдейіні өмірлері жастардың құрақтай құралып өсе берсін деген мағынаменен құралады. Жай көрпеше берілмейді қыздарды жасағанда. Сол құрақ көрпенің беруінің дәстүрі өмірлерін соған қарап жалғастырсын деген. Енді құрақ болса да, ойы болса да өзінің әрқайсының өзінің мағынасы бар. Құрақ дегеніміз, мынау құрақ жастарға шай көрпешеге құралады, беріледі, сыйлыққа жасағанда, қыздар жасағанда. Бұның мағынасы, мынау құрақтай өмірлері осы құрақтай құралып, өмірлері содан әрғарай үлкен болып жалғассын деген мағына. Бұның мағынасы сол. Неліктен құрақ көрпешесі дейтіні балалардың өмірі жалғаса берсін құралып деген мағына. Ал енді мынау біздің қазақтың дәстүрінше қонақтың бір-біріне мейірімшілік болуы үшін төрге төсейтін көрпешем өзімнің жасап атқаным бұл төр көрпеше, қонақ көрпеше деп саналады. Енді оның ішінде мынандай құрақтар бар. Ою деген құрақ бар. Бұл ою құрақ құда-құдағилардың өздерінің сезімдері. Мына оюлардың бәрі бір-біріне ойылып, бір-біріне иіліп тұрғандары құда-құдағилардың жүректері бір-біріне жақындасып, бір-біріне мейірімшілігін көрсетіп тұрған дәстүр. Сол бұл көрініс, сондай көрініс бұл. Бұл оюымыз жай емес, оның да мағынасы, сондай мағынасы бар. Бізге кішкентай кезімізде әжелеріміз осындай көйлек тігетұғын. Соны енді мен де жалғастырып, өзімнің немереме осындай көйлек қылып тігіп жатырмын. Ертең мейрамда киетін қылып. Жастар осы дәстүрді қалдырмай әрі қарай жалғастыра беріңіз. Бұл біздің ата-бабамыздан келе жатқан дәстүр. Бұл енді дәстүр қалмау керек. Жастар жалғастыра беріңдер. Дорогие друзья, знакомьтесь с выставкой, читайте, вдохновляйтесь и творите красоту своими руками. Добро пожаловать в библиотеку. Спасибо за внимание.